Добрый день. Қайырлы күн. Менің аты-жөнім Арсен Исламов. Мен 2016 жылдан бастап солтүстік Қазақстан облысында ірі қара малды өсірумен айналысам. Егер сіз етті мал шаруашылығымен айналысуды ұйғарған болсаңыз, онда сіздің ең басты ойланатын мәселеңіз бұл сіздің жеріңіз. Қолданыстағы нормативтерге байланысты бір бас ірі қара малының жердегі қажеттілігі ауданға байланысты өзгеріп тұрады. Мысалға, Қазақстанның аса ылғалды аумақтарында ірі қара малының бір басына 3 гектар жер жеткілікті болады. Ал құрғақ аудандарда бұл көрсеткіш 7 немесе 9 гектарды құрауы мүмкін. Мысалы, егер сіз Ақмола облысында орныққан болсаңыз, ондағы норматив ірі қара малының бір басына 7 жуық гектар жерді құрайды. Онда 200 бас мал табын үшін жеткілікті жайылыммен азықтандыруды қамтамасыз ету үшін сізге шамамен 1400 гектар жер қажет болады. Көбінесе жаңадан келген фермерлер жерлерінің асырай алатын аумағынан көп мал сатып алады. Мен тым көп азып кеткен жайылымдарды көрдім. Сондықтан ондай қателіктерді жібермеуге тырысыңыздар. Одан да бастапқыда аз бас салып, олардан алатын бұзауларыңыз көрші қожалықтардың жасар бұзауларынан әлдеқайда ірі болатындығындай жағдай жасағаныңыз жөн. Жайылымның аумағын таңдар кезде сіз азық 3-5 күнге жететін учаске таңдауыңыз қажет. Содан кейін малдарды жаңа жерге ауыстыруыңыз керек. Солай бұзаулар мен сиырлар практикалық тұрғыда басқа топтардың вирус пен бактериялармен зақымданбаған жаңа жерде орнығатын болады. Жануарға қажетті учаскенің өлшемін сіз тәжірибелі жолмен тек байқап көру және қателіктер арқылы айқындайсыз. Орта есеппен 200 басты табынға 5 күнге 15-тен 20 гектар мөлшеріндегі учаске жеткілікті. Егер жайылымның жем-шөп көлемі сізде бар малды қажетті азықпен қамтамасыз ете алмаса, бұл жайылымның азуына әкеліп соқтырады. Соның салдарынан уақыт өте жеріңіз құнарлығын жоғалтып, онда мал өсіре алмайсыз. Ең арзан жемнің негізгі көзі болып табылатын жайылымнан бөлек, сізге жем-шөпті дайындауды да ойластыру керек. Мал жайылымда неғұрлым ұзақ болса, қыста соғұрлым аз азық қажет болады. Сізде шөп шабуға деген мүмкіндігіңіздің бар жоғын бағалаңыз. Егер сізде шабындықтар бар болса, онда қандай техникамен және қай мезгілде шөп дайындайтыныңызды ойластырыңыз. Егер ондай мүмкіндік болмаса, онда көршілес фермерлерге хабарласып, олар шөптерін дайындап болғанда азықты олардан алу мәселесін қарастырыңыз. Мал шаруашылығын жүргізу бизнесінің оңтайлы үлгісі өзінің дербес жем өсіруді қамту моделі болып табылады. Шөп, силос, сенаж және құрама жемге деген бағалардың өзгеруі ферманың қаржылық табысына үлкен әсерін тигізе алады. Сіздің қолыңызда бар астық қалдықтарының барынша көп сомасын қолдануға тырысыңыз. Алайда мен оның маңыздылығы мен сапалық сипатына сіздің көңіліңізді бұрудамын. Мал бағуды жоспарлап жүрген учаскеңізді қараған кезде, желден қорғау және су ресурстарының болуына назар аударыңыз. Ірі қара малға қойылатын су талаптары туралы қосымша ақпаратты бейнеден көре аласыз. Қыс мерзімінде жануарлардың су қажеттілігі жобамен 15-20 литрді құрайды. Ал далада күннің тым ыстық кезеңдерінде плюс 40 градусқа дейін жеткен кездерде, олардың қажеттілігі тәулігіне 50 литр судан асады. Сіздің малыңыз орналасқан өңірге байланысты сіз басқа да су көздерінің барлығы жайлы білуіңіз керек. Біздің өңірде көл, өзен, батпақты сулар және кең шалшықтар сияқты жерүсті сулары кеңінен таралған. Жағалау сызығын бақылау, яғни малдың суға жақындайтын жерін бақылау су көздерін пайдалану кезінде өте маңызды сәт болып табылады. Егер су тым лайланған болса, немесе оның айналасындағы учаске тым тапталған болса, жер төгу сияқты іс-шара қолдану қажет. Бұл мақсатта ең дұрыс нұсқа ұсақтас, щебенка немесе құмды төгу. Жер үсті суларына сонымен қатар котловандар жатады. Олар біздің өңірде жиі кездеседі. Көбінесе олар жарылғыш тұрғыдағы котловандар. Алайда мұндай жер үсті сулары жоқ болса, құдықтар жақсы су көзі болып табылады. Мен сондай-ақ су үлгілеріне анализ жасауды ұсынар едім. Өйткені бұл жануарлардың минералдық қоректенуіне қатты әсер етеді. Анализді әрбір облыстық орталықта немесе аудандық орталықта өткізуге болады. Аса көңілді натрий хлоридтің және де жануармен суды қабылдауын қиындататын басқа минералды заттардың барлығына аудару қажет. Егер де сіздің жайылымыңыз базадан алыс орналаспаған жағдайда, суға және тоққа мүмкіндік бар жағдайда, онда сіз малыңызды қыс мезгілінде де сумен қамтамасыз ететін астаулар орнықтыруға болады.
Сіздің жер учаскеңіздегі су ресурстарынан басқа жел қорғауына да назар аударған жөн. Жел қорғауы сіздің малыңызды жайылымда суық кезеңдерде де өте ұзақ мерзімге дейін сақтауға мүмкіндік береді. Сіздің назарыңызды келесіге аударсам дер едім. Жануарларға күнделікте жаман ауа райынан жеңіл көтереді. Тек қатты желдерді көтере алмайды. Төбелер мен ойлар, сонымен қатар жасанды отырғызылған орман, тоғайлар жел қорғаны ретінде қызмет атқара алады. Егерде сізде жел қорғаны мүлдем болмаса, сабан шөптерді қолдануға болады. Жануарлар жылдың кез келген мезгілінде сабан жегенді жақсы көретінін ескеретін болсақ, желден қорған ретінде мысалға зығырдың сабанын пайдалану керек. Егерде оларға баламалы таңдау ұсынатын болсақ, онда олар зығырды жемей, оның орнына арпа, бидай сабанын жейтін болады. Қазақстанда төлдеудің екі мезгілі бар. Төлдеудің бірінші мезгілі қыс, екіншісі көктем, жаз. Жыл сайын көктем жазғы төлдеудің танымалдылығы артуда. Сіздерге әр төлдеу мезгілінің жақсы және жаман жақтарын атап өткім келеді. Қысқы мерзімгі төлдеуді сәтті өткізу үшін құрылыс пен ғимараттар қажет. Егерде сізге бұрынғы иелерден Кеңес одағында құрылған құрылыс пен ғимараттар қалған болса, жақсы. Бірақ сонымен бірге сізге осы ғимараттар мен құрылыстарды жөндеуге белгілі бір қаражат салу қажет болуы мүмкін. Қабырғалар мен ғимараттың үстіңгі жабынын қатайту, шатырды ауыстыру. Бұл сізге төлді сақтауға көмегін тигізеді және жануарларды жабық ғимаратта төлдетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, егер сіз ферманы іс жүзінде таза парақтан бастасаңыз, мен жайылымда төлдетудің нұсқасын қарастыруды ұсынғым келеді. Бір кездері ірі қара малдың ата-бабалары жабайы жануарлар болғанын және көктемгі мерзімде бұзаулағанын есте ұстаған жөн. Төлдеудің оңтайлы уақытын таңдау үшін сіздің аймағыңызда бар орманшылармен немесе аңшылармен байланысу ұсынылады. Олар сол аймақтағы жабайы жануарлардың бұзаулау және төлдеу уақыты туралы ақпарат бере алады. Бұл сіздің аймағыңызда төлдеудің оңтайлы кезеңін айқындауға көмектеседі. Көктемгі төлдеудің жақсы жақтарының бірі, сіздің жануарларыңыз қадағалаусыз тәулік бойы бұзаулай алады. Өкінішке орай, бұл қыста мүмкін емес, әсіресе сиырларды түнде бақылау қажеттілігінде, себебі қажеттілік туындаған жағдайда босануына көмектесу үшін. Көктемгі төлдеудің тағы бір артықшылығы, бұл өте таза деп айтуға жарарлық жайылымдарда болады, яғни көң, жем қалдықтары сияқтылар жоқ. Айтарлықтай, бұзаудың денсаулығына қатты әсерін тигізе алатын және ауру жұқтыра алатын барлық нәрселердің болмауы. Сондай-ақ, қысқы төлдеу кезінде даланың суықтығына байланысты жануарлардың энергетикалық қажеттілігі өте жоғары екенін атап өткен жөн. Ал оларға бұзауларын да емізу қажет. Орташа көрсеткішпен алғанда, қысты өтіп жатқан жай буаз сиырға қарағанда, дұрыс сүт бөлу үшін және өз дене қызуын ұстау үшін желіндеген сиыр қыста 30%-ға көп жем қажет етеді. Қысқы және жазғы төлдеудің барлық жақсы және жаман жақтарын өлшеп, фермаңызды жылдар бойы тұрақты ұстау үшін дұрыс шешім қабылдау сіздің міндетіңіз. Жалпы, ангус тұқымды ірі қара малы қыста қармен жиі қоректенетінін атап өткім келеді. Бұл негізінен жаман емес. Бірақ егер сиырда бұзау болса, онда бұзауға қар жеуге қатаң тыйым салынады. Сондықтан қысқы төлдеуді ұйымдастыра отырып, бұзаулардың суға қол жетімділігін қамтамасыз ету керек. Бұзаулардың бір тобында төлдеу жалғасқан кезде, алғашқы бұзаулар соңғысынан 2 ай немесе одан да көп уақытқа үлкен болатын жағдай болуы мүмкін. Егер олар жабық жерде болса және бір топта болса, онда үлкен бұзаулардан кіші бұзауларға инфекция жұқтыру қаупі бар екенін ескеру маңызды. Егер үлкен жастағы бұзаулар белгілі бір ауруларға қарсы иммунитетті дамытқан болса, онда жас бұзаулар бұл бактериялардың шабылуына дереу ұшырауы мүмкін. Алайда бұл жайылымдарда болмайды, өйткені мал үнемі қозғалыста болады, және әр апта сайын ол жайылымның жаңа таза учаскесінде болады. Сіздің назарыңызды аудандық ветеринарға төл алғандығыңыз туралы уақытылы хабарлау қажеттілігіне аударғым келеді. Алынған төлді дерекқорға дұрыс енгізу үшін сізде 15 күн бар. Бұл туралы жергілікті уәкілетті органға хабарлауды ұмытпаңыз. Жайылымда төлдеуді ұйымдастыру үшін электропастуқты қолдану ұсынылады. Мен
Электропастуқтардың ішіндегі оңтайлы нұсқасы деп аккумулятордан немесе күн панелінен жұмыс істейтін тасымалды электропастуқтары деп ойлаймын. Мен портативті электропастуқтарының қозғалысының ең оңтайлы схемасын пицца принципі деп атаймын. Ортасында су көзі орналасқан шеңберді елестетіп көріңіз. Осы шеңбердің ортасынан біз пицца тілімдері сияқты сегменттерді кесеміз. Және оларды әр 3, 5 немесе тіпті 7 күн сайын жылжытамыз. Қозғалыс бағыты сағат тілімен де, сағат тіліне де қарсы болуы мүмкін. Алайда электропастуқ пен су көзі арасындағы максималды қашықтық 1,5-2 шақырымнан аспауы керек екеніне сіздің назарыңызды аударған жөн. Бұл әдіспен сіз бір су көзін пайдалана отырып жер ресурстарын оңтайлы бөле аласыз. Әр 3-5 күн сайын белгілі бір жер учаскесінен шыққан кезде ол жер демала бастайды. Жауын-шашын жеткілікті болған жағдайда жайылым кезеңінде бұл аймаққа қайта оралу мүмкіндігіңіз жоғары деген сөз. Көптеген бастаушы фермерлер мал шаруашылығын бірден таза асыл тұқымды мал сатып алудан бастауға тырысады. Менің ойымша, басында асыл тұқымды малға қарағанда қолжетімді бағамен сатып алуға болатын, әрі қарай асыл тұқымды бұқаларды пайдалану арқылы малдың сипаттамаларын одан әрі жақсартуға болатын жай тұқымды малдан жаттығуды бастаған дұрыс. Жай мал асыл тұқымды малға қарағанда 2 тіпті 3 есе арзан болуы мүмкін. Бірақ бұл сізге жануарларды басқару принциптерін түсінуге жеткілікті болады. Сіздің тәжірибеңіз өскен сайын сіз болашақта асыл тұқымды және таза тұқымды жануарларды сатып ала аласыз. Мал шаруашылығындағы табыстың негізгі құрамдас бөліктері сиыр, жем және кадрлар болып табылады. Сиырларға келетін болсақ, сіздің фермаңыз үшін сіздің аумағыңызға ең қолайлы, ең функционалды жануарларды таңдау маңызды болып табылады. Аяқ қолдардың құрылымы мен жануарлардың түріне ерекше назар аударған жөн. Арық жануарлар әдетте аз жайылымдарда өзін жақсы көрсетеді. Бірақ олардың бұзаулары өте үлкен болмауы мүмкін екенін атап өткен жөн. Егер сіздің жайылымдарыңыз құнарлы болса, онда үлкен жануарларды таңдаудың мағынасы бар, және олар үлкен бұзаулар береді. Жануарларды таңдауда жайылым жағдайларын ескере отырып тепе-теңдікті сақтау маңызды. Айта кету керек, сиырдың келбеті сіздің көзіңізге ұнау керек. Өйткені біздің миымыз солай орналасқан. Біз тек сау жануарды ғана әдемі деп санаймыз. Сондықтан сиырларды сатып алу барысында тек сұлуларын таңдаңыз. Бүгінгі таңда асыл тұқымды қашарларды, тұмса сиырларды, бұқаларды сатып алу кезінде мемлекеттік қолдау бір басына шамамен 150 мың теңгені құрайды. Жануарларды сатып алғанда қолданыстағы ережелерді тағы бір рет тексеріп, содан кейін субсидия алу үшін барлық қажетті құжаттарды жинауды ұмытпаңыз. Бұл туралы біздің курстың басқа оқытушылары толығырақ айтып береді. Бұқаны таңдағанда ең алдымен оның аталық бездерінің мөлшеріне назар аударған жөн. Бұқаның ұрықтандыру қабілеті мен шағылысу кезеңіндегі секіру жиілігі аталық безінің мөлшерімен айқындалады. Бұқаны таңдағанда тұяқтарды қоюы тағы бір маңызды фактор болып табылады. Тұяқ мүйізінің сапасы оның жайылымда өзін қаншалықты жақсы сезінетіндігін және шағылысу кезеңінің алғашқы күндерінде ақсап қалмайтындығын анықтайды. Бұқаға қараған кезде қайсысынан бұзау алғыларыңыз келеді, сондай бұқаны таңдағаныңыз дұрыс болады. Бұқаны таңдағанда барлық қажетті анализдерінің болуына көп көңіл бөліңіз. Ең жақсы жағдайда мен сізге спермограмма жасауды ұсынамын. Спермограмма бұқаның тұқымында қанша тірі сперматозоидтар бар екенін көрсетеді. Үлкен, әдемі және фенотиптік сау бұқаға спермограмма өткізген кезде оның ұрығының қозғалтқыштығы өте төмен екенін көрсететін жағдайларда жиі кездесіп жатады. Жақсы бұқаны таңдау үшін американдық, канадалық, бразилиялық немесе аргентиналық каталогтардағы бұқаларды көруге уақыт бөліңіз. Біз осы каталогтарға сілтемелерді осы бейнеге тіркейміз. Каталогтарда неғұрлым көп бұқаларды қарасаңыз,
Соғұрлым сіздің шаруашылығыңызға сатып алуға қажет мінсіз бұқаның келбеті туралы түсінікті қалыптастырасыз. Өкінішке орай, Қазақстанда жақсы бұқалар көп емес, бірақ сіздің басыңызда мінсіз бұқа бейнесінің болуы сіздің табысыңызға қажеттісін таңдауды айтарлықтай жеңілдетеді. Нормативтерге сәйкес, бір бұқаға 20-дан 25-ке дейін сиыр келеді. Алайда біздің шаруашылықта біз бір бұқаға 15 бас сиыр нормативін қолданамыз. Бұл бізге шағылысу кезеңінің нәтижесінде сиырлардың барынша көбі буаз болатындығына кепілдік береді. Мен бұқаларды әр 5-7 күн сайын ауыстырып отыруды ұсынамын. Айта кету керек, сіз ауыстыратын бұқалар бір-бірімен алдын ала таныс болуы қажет. Бұл сізді бұқалардың сиырларға жайылымға шығарылған кезінде бір-бірімен қақтығысудан сақтайды. Осылайша 200 бас табынға біз үшін шамамен 10 бұқа қажет деген сөз. Алдымен 5 бұқаны жіберіңіз, сосын 5-7 күннен кейін оларды басқа бестікке ауыстырыңыз. Осы уақыт ішінде бұқалар демалып, жұмысқа 2 есе қарқынмен кіріседі. Бір ауысымда бірге шығатын бұқаларды бір қорада ұстау керек. Бұл оларға бір-бірімен белгілі бір әлеуметтік байланыстар құруға мүмкіндік береді. Және сіз жайылымға шығарғанда шағылысу кезінде олар бір-бірімен қақтығыспайтындығына сенімді боласыз. Келесі назар аудару қажет нәрсе, ол сіздің жануарларды қамтамасыз ете алатын азығыңыз. Сіз аналық малды тек қыста ұстауды жоспарлап отырғандықтан, мен сізге мүмкіндігінше ұзақ уақытта бір келкі рационды ұстануға кеңес берем. Сиыр адам емес, және ол біз сияқты тағамға артықшылық бермейді. Жемді алдын ала араластырып, жануарларды қыс мезгілінде бір келкі рационмен тамақтандыруға тырысыңыз. Бұл ірі талшықтың қорытылуына жауап беретін бактериялардың сиырдың тыртықтарында жеткілікті мөлшерде дамуына мүмкіндік береді. Бұл қалыпты ас қорытуына ықпал етеді. Асқазан бұзылуларының алдын алады. Және сиырларды тамақтандыратын шөп пен сабаннан қоректік заттардың барынша қабылдануын қамтамасыз етеді. Рациондағы кез келген өзгеріс жануардың әл-ауқатына теріс әсер етуі мүмкін. Оның ішек микрофлорасы жаңа тағамға бейімделу үшін шамамен 3-10 күнге дейін қажет. Жануарларды тамақтандырмас бұрын жемді ұсақтау, оларға тіпті жегісі келмейтін жемді де беруге мүмкіндік береді. Сонымен біз рационды сабанды көп қолданамыз. Бірақ оны силоспен араластырамыз. Силоста сабанда өте ұсақ кесілгендіктен сиырдың шөп таңдауға мүмкіндігі жоқ. Сондықтан ол сабанды да қоса жейді. Осылайша біз сенаж бен силос көлемін өте қатты үнемдейміз, және оны өте арзан сабанмен тамақтандырамыз. Жалпы жануардың жемге деген қажеттілігі оның салмағынан құрғақ затпен шамамен 3%-ді құрайды. Яғни, егер сиырдың салмағы шамамен 500 килограмм болса, онда ол күніне шамамен 15 килограмм құрғақ затта жем қабылдауы қажет. Силос пен сенаждың ылғалдылығы 40-тан 50%-ды құрайтындығына назарыңызды аударамын. Сіздің табыныңыз үшін рационды есептеу кезінде осыны есте сақтаңыз. Шөп пен сабанның ылғалдылығы шамамен 15-20%-ды құрайды, ал концентрацияланған жемнің ылғалдылығы 14-18%-ды құрайды. Мен қыс мерзімінде буаз сиыр үшін оңтайлы рацион келесідей деп санаймын. Рацион 4 килограмм концентрацияланған жемнен, 10 килограмм дәнді шөптен және 10 килограмм сабаннан тұру керек. Егер сіз шөп пен сабанды сақтап, содан кейін оларды концентраттармен араластырсаңыз, мұндай аралас рацион жануарларды қыста ұстау үшін ең оңтайлы болады. Біз бұзауларымызды өмірінің бірінші күнінен бастап тамақтандырамыз. Азықтандыру үшін біз сұлы қолданамыз, өйткені ол ең бейтарап тағам. Оны артық жеп қою мүмкін емес. Соя, асбұршақ немесе жасымық сияқты бұршақ дақылдарын қолдану іш кебуіне әкеліп соқтыру мүмкін. Бұл бұзау үшін жағымсыз және тіпті қауіпті. Концентраттардан басқа біз бұзауларға бор береміз. Бор кальцийдің қосымша көзі болып табылады. Бұл олардың қаңқасының дамуына пайдалы әсер етеді. Біз сондай-ақ жайылымда да бұзауларды концентраттармен үстеме жемдеуді жалғастырамыз. Бұл бұзауларға үстеме жемдеусіз жүрген жасар бұзауларға қарағанда әлдеқайда жақсы салмақ қосуға мүмкіндік береді.
Сондай-ақ бұзауларды анасынан ажыратқаннан кейін бордақылаушыға ауыстырғанда концентрацияланған жемге үйренгендерге анадан бөлу стрессін азайтуға және жаңа тағам түрін енгізу кезінде қосымша стрессті болдырмауға көмегін тигізеді. Біз барлығымыз ауруды емдегеннен гөрі алдын алу жеңіл екенін түсінеміз. Ауруды профилактикалау және алдын алудың ең бірінші тәсілі бұл вакцинация. Мен сіздің назарыңызды келесіге аударамын. Бұзауды вакцинациялау оның анасын вакцинациялаудан басталады. Бұл бастапқы иммунитеттің сиыр бөлетін және бұзаудың алғашқы жұтуымен ішілетін уыз сүті арқылы берілетіндіктен болады. Бұл қарызға берілген иммунитет деп аталады. Ол бұзау өзінің иммунитетін дамыта бастағанға дейін белгілі бір уақытқа дейін әсер етеді. Сонымен қатар, сіз бұзауды вирустық диареяға, парагриппке, ринотрахеитке және ринопневмонияға қарсы вакцинациялауыңыз қажет. Мұндай аурулар өкінішке орай Қазақстанда өте кең таралған. Бірақ бұл ауруларға қарсы вакциналар нарықта бар. Айтқым келгені дені сау бұзау, оны бордақылау алаңына тапсырған кезде сізге көбірек ақша келетіндігі және вакциналарға жұмсалған барлық қаражаттың өтелетіндігі. Әрине, қолданыстағы заңнамада белгіленген барлық анализдер қолыңызда болу керек. Міне міндетті түрде анализ алу қажет аурулардың тізімі. Міндетті анализдерден басқа, жануардың көзінен, мұрнынан және жыныс мүшелерінен ешқандай бөліністердің болмауына назар аудару керек. Бұл жануардың сау немесе сау еместігі туралы түсінік береді. Сондай-ақ, мүмкін болса сатушыдан жануарды қашада қууын сұрап, оның тынысын тыңдауға болады. Тыныс алуда сырылдар мен қырылдардың болуы сау жануарларға сай емес. Мен сондай-ақ кейбір сатып алушылардың жануарлардың тынысын иіскейтінін көрдім. Бұл сондай лайфхак. Егер жануардың тынысынан шөптің иісі сезілсе, онда бұл жануар сау. Ал егерде сай емес қандай да бір ерекше иістер болса, онда бұл сиырды сатып алу немесе алмау туралы ойлану керек. Жайылым кезеңін ұзарту, жем-шөп шығындарын азайту, уақытылы вакцинациялау сізге артық шығындардан аулақ болуға және сайып келгенде бордақылау алаңына тапсыру үшін мықты және сау бұзауды алуға мүмкіндік береді. Сіздің фермаңыздағы ең маңызды адам жануарлармен тікелей жұмыс істейтін шопан болады. Тәулігіне 24 сағат жануарларды көріп, аурудың негізгі бастапқы белгілерін түсініп, ол сізге қандай бұзауды емдеу керектігін көрсете алады. Тағы да айтқым келеді. Ауруларды ертерек анықтау бұл аурумен әлдеқайда тиімді күресуге мүмкіндік береді. Уақытты өз біліміңізге ғана бөлмей, мүмкіндігінше қызметкерлеріңізді де оқытуға тырысқаныңыз жөн. Етті бағыттағы ірі қара малды ұстау фермасында көп жағдайда негізгі шығындар жем болып табылады. Жеткілікті қоректік жемді пайдалану арқылы сіз өзіңізді кейбір супер-пупер қоспаларына деген артық шығындардың сақтайсыз. Сонымен қоса, қыс мезгілінде жануарларыңызға жеткілікті қуат бересіз. Менің ойымша, вакцинация жоспарында витаминдеу мен дегельминтизацияны уақытылы жүргізуде үнемдеудің қажеті жоқ. Бұл шаралар сіздің бұзауларыңызды туғаннан бастап оларды бордақылау алаңына тапсырғанға дейін қорғайды. Етті мал өсіру кезінде күрделі құрылыста үнемдеуге болады. Сіз бетон мен металл конструкцияларына жұмсайтын ақшаңызды ешқашан қайтара алмайсыз. Сіз шаруашылығыңыздың табысы тек бұзауларды сату арқылы қалыптасатынын есте ұстауыңыз керек. Біз жануарларды вакцинациялау қажеттілігі туралы сондай-ақ жайылымда үстеме жемдеу маңыздылығы туралы айттық. Алайда бұқаларды таңдауға да көп көңіл бөлу керек, өйткені сіздің бұзауларыңыз әкелеріне ұқсайтын болады. Сондай-ақ шағылыстыру мерзімі нақты шектеулі болу керектігіне назар аударамын. Біздің фермада шағылыстыру ұзақтығы 65 күнді құрайды. Сіз 90 күндік мерзімнен бастай аласыз, бірақ оны біртіндеп 60-65 күнге дейін қысқарта аласыз. Бұл сізге біркелкі бұзаулар өнімін алуға мүмкіндік береді.
Осының арқасында бұзауларды сату кезінде сіз жоғары бағаны сұрай аласыз. Өйткені олардың барлығы бір-біріне ұқсас, жастары бірдей және шамамен бірдей салмақта болады. Бұзауларды сиырлардан бөлгеннен кейін, мен сізге сиырлардың жүктілігін тексеруді және осы шағылыстыру кезінде буаз болмаған жануарлардан арылуды ұсынамын. Қысыр сиырларды сату сізге қыста азық-түлікті үнемдеуге ғана емес, сонымен қатар ет комбинатында сату арқылы қосымша табыс алуға мүмкіндік береді. Нәтижесінде қалған малдың ұрпағы жалпы өнімдірек болады. Өйткені ұрықтылық тұқым қуалайтын фактор болып табылады. Егер сіз қазір қысыр жануарлардан құтылып жатсаңыз, онда қалған буаз жануарларынан алынған ұрпақ сізде жалпы өнімдірек болады. Сіз алатын қашарлар ұрықты болады және сізге өз өмірінің әр жылында бұзау әкеліп тұрады. Жүктілікті тексеру процедурасының құны өте төмен. Бағалар бас санына байланысты 1000-нан 1,5 мың теңгеге дейін өзгереді. Бұл сізге жемді үнемдеуге ғана емес, сонымен қатар сіздің қаржылық қаражатыңызды босатуға мүмкіндік береді. Байқап қараңызшы, 1 килограмм ет бағасына сіз қомақты соманы үнемдей аласыз, ал ол қаражат осы жануарларды қыс мезгілінде ұстауға жұмсалар еді. Табысты ет өсірудің құпиясы ешқандай құпияның жоқтығында. Сізге вакцинация жоспары мен кестесін ұстану керек, жануарларды жеткілікті сапалы жеммен қамтамасыз ету керек және сиырларыңыз үшін жақсы бұқаларды таңдау керек. Осы аспектілердің барлығын ұстану сайып келгенде орташа салмақтан жоғары бұзаулардан мол өнім алуға және оларды бордақылау алаңдарына сәтті өткізуге мүмкіндік береді.